компаниясының топ-лидерімін. Осы бизнеске келгеніме міне ала бұйыртса 10 жыл болады. 10 жыл болады. Бизнеске тектен-тек келген жоқ, бұл жаңа айтып отыр, барлығы да себепкер. Мысалға біреулер 5000 теңгені көріп қалып келіп отыр. Акцияның себепкер қалай болғанда да өмірде бәрі осылай. Бір-біріне себепші бар. Дәл сол сияқты осы бизнеске келгенімізде де біздер тіптен мүлдем танымайтын кісілер бізді осы бизнеске тіркеді. Теңіз жағасында жай ғана демалып отырғанбыз. Сонымен балам бар 1 жарымда, сосын екіншісінде аяғым ауырды сол кезде. Сосын менен сұрайды да, саламатсыздар ма? Сөйтіп келеді, жаңағы каталог көрсетеді, мынандай каталогтары қолында каталог көрсетеді, сосын бір 2-3 иіс су бар духи. Келіп көрсетеді, сосын мен бүйтіп қараймын да, қойшы деймін да, қарамаймын анау. Құрсыншы деп, Oriflame сияқты сондай бір компаниялар шығарып, баламды топырақта ойнатып отырмын, үлкен балам 1 жарымда. Сосын ана бәрін көрсетіп жатыр, бір кез айтты да, бізде деген күшті, бізде деген директор болған, 3000 балмен директор болады дейді. Мен тек соны тағам шалып қалып, қалай ол 3000 балмен директор болады дедім да, сұрағым тек сол болды. Сосын енді бізде 3000 бал жинаса директор болады деп сөйледі. Сосын ол қалай деп жаңа баламды уже ысырып, балам ойнап отыр, мен уже бұрылып, қалай болады, не болады деп сұрап бастадым. Сосын уже теңіз жағасы жаздың кезі ғой, қараңғы түсіп келе жатыр. Сосын теңіз жағасында кафелер бар ғой, енді бәріне прожектор свет түсіп тұрады. Бізде демалып келіп отырған адамбыз, бізде бизнеске шақырған адамдар демалып келіп отырғанда, қолында каталогы жазатын ештеңе жоқ, топырақта сызып жатыр да, былай істейсің, сосын балы болады, бүйтесің, сөйтесің деп топырақта сызып жатырмыз. Сосын жаңағы қыздың телефонын алып қалдым мен, ол Нұрғужина Гүлнара, қазіргі таңда золотой директор, Астана қаласынан, 2 баланың анасы. Және қасында бриллиантовый директор Мукангалиева Балжанай, қазір Орал қаласында, то есть 2 наставнигі, бұл мен вышестоящий наставниктерім. Сол кісілердің телефонын алып қалдым да, енді звондаймын ғой, келесі күні Гүлнар кездесейік десем, Гүлнардың қолы бос емес. Мен өзім хабарласам дейді. Одан кейін кешке тағы соғам, оларды тағы да бос емеспін дейді. Олар келіп, қолдарында заттар бар ғой, Ақтауға алғаш рет келген, теңізге түсейік, қыдырайық, демалайық деп келіп, әрі жұмыс жасайық, әрі лидер іздейік дейді. Сосын жаңағыдай заттарын сатып жүрді, оларға моментально ақша ғой. Сөйтіп жүрді, екінші күн тағы соқтым. Енді кездесейік енді Гүлнар десем, ол айтады, той бос емеспін, я вам перезвоню дейді, таза орысша сөйлейді. Я вам перезвоню, я занята дейді. Ладно. Сосын кешке тағы соғам, я занята, я вам сама перезвоню дейді. Сосын шығын кетті, мен звоню да. Когда мы встретимся, дедім да, где ваш адрес, я подойду в офис, я сама подойду, дедім да, сөйдеп едім. Сосын ладно, онда кешке сағат 6-да кездесейік деді. Жаңа мен 1 жарым жаста балам бар қолымда. Сосын енеме айттым, қайныма айттым, давай сен машинаны қыздырып барып қайтайық деді да. Сосын енеме айттым, апа барып қайтайық деп, енеме айттым, қойшы ол керек емес, анау десе, апа давай барып қайтайық, тыңдап қайтайық деп уговорить еттім. Сосын жақсы оны, онда давай жолдан тағы да бір Гүлнар деген подружкасы бар, давай соны алып кетейік деп. Жақсы, давайте онда барайық деп. Сонымен не керек, барып офиске, осындай 2 бөлмелі үй, 1 бөлмесінде жаңа офисте операторлар бар, соларды тұрады, оралдықтар, 1 бөлмесінде осындай склад. Бұрын біздер бизнес бастаған кезде, қазір сіздер заказ бересіз, заказ алып кетеміз ғой. Күтеміз ғой, Алматыдан келген. А ол кезде ондай емес. Ол кезде барасың, заказын аласың, кетесің, сразу товарды. Қолма-қол төлейсің, алып кетесің. Сосын товар деген сам-сап тұр, бірақ мен товармен шаруам жоқ, жаңа 3000 бал есілдердім. Қалай директор болады деп. Сонымен осы отырғызда жаңа көрсетті, бәрі маркетинг планды жазды, сызды көрсетті. Ол сосын мен айттым да, ал енді сіз соңғы маған отчетыңызды көрсетіңізші, неше мың айлық алдыңыз соңғы дедім да, 3 ай көрсетіңізші деді. Мукангалиева Балжанай компьютерге барды, распечатка жасалды, көрсетті. Мына мен финансовый отчетым, мен осындай ақша алып отырмын деді сөйтіп. Сосын датасын бәрін қарадым да, соңғы 3 айын көрсеткенде это 201 деме 300 мыңдай ақша. Енді ол 2009 жыл үлкен ақша ғой. Сосын дедім да, үйге келдім, жаңа қолымда мына отчет бар, жаңа мынандай маркетинг план бар, каталог бар, үйге келдік. Сосын үйге енді мана өзіміз кешке барғанымда келдік, үйге шай тамақтарын бәрін бердік та, сосын бәрін жинап тастадым. Кухняда калькулятор бар, қолымда маркетинг план бар, сосын бәрін отырдым да есептерін. Сосын жолдасымды қасыма шақырып алдым, енемді шақырып алдым, сосын расчет жасадым. Мынандай товарооборот жасасам, мынандай теңгеден бізге мынша процент төленеді, осылай екен деп баяғы Oriflame компаниясымен салыстырып, Oriflame компаниясында бізде жасап көрген адамдармыз. Сонымен салыстырмалы түрде жүріп, сағат 3-ке дейін расчет жасадым ғой. Түнгі 3-ке дейін отырдық үшеуміз, еще жаңағы ұйқы бермейміз жаңағы, қайтадан соғам Гүлнарға. Гүлнар, мен 1 директор шығарсам не болады? Гүлнар түсіндіреді. Сосын Гүлнар, мен 2-ші директор шығарсам не болады? Ол аяқта пш-пш-пш Балжан апамен сөйлесе, 2 директор шығарсам не болады? Сосын не болады деп, олар аяқтан. Мен айтамын, енді 3-ші директор шығарсам не болады? А олар тағы да пш-пш-пш не істеп болады, не болады, қалай болады?
шыққанын бәрін олар жаңадан естіп олар әлі шықпаған. Мысалы мен қазір айтсам, кәдімгі мен өзім басқан 6 директор шығарғанда қандай болатынын точно айтып бере аламын да, сен өзің басқан жерің ғой. Мен егер элит национальный партнерді сұрасам, мен кішкене ол қалай болар екен, мына жер қалай болар екен деген сияқты сұрақ болады менде. А мен өзім басқан нәрсені білемін. Содан мен бүйтіп қоямын, ал менің директорымде директор шықса не болады, одан кейін директор шықса не болады. Маған тек бұл жерге келгенде мен директор болсам бітті, тек мен 200 мың ақша отырсам деген ой болған жоқ. Мен ары қарай бұл не болады, түбі не болады бұл жерде. Мені сол қызықтырды да, мен ары қарай жаңа стабильный ма бұл бизнес, не стабильный ма, бұл компанияға сенуге бола ма, болмай ма, сол қызықтырды мен. Сөйтіп не керек, түнгі 3-ге дейін соның бәрін расчетін жасап, ана кісілерге ұйқы берген жоқпыз. Мен айтамын, бізді боқтатқан шығар деп ұйқы бермеді деп. Сонымен уже келесі күннен бастап біздер уже сол түнде шешім қабылдадық, компаниямен бірге сотрудничать етеміз, бизнес жасаймыз дедік та, содан кейін бизнесті бастап кеттік. Сөйтіп жасап бастағанда жаңағыдай ең бірінші біздер істейміз, танитын адамдарды шақырамыз ғой, тек айда. Ойбай, Айжан кел, Маржан, Гүлжан, ойбай, давай кел, мен күшті компаниядамын деп. Қазір бәріміздің таныстарымыз сол ғой, тек бірден осы қылт етсе, андай компания шығып жатыр, мынандай компания шығып жатыр, WhatsApp-қа жіберіп жатыр. Сөйтіп бәрін осылай шақырамыз, ол кезде мынандай офис жоқ, сабақ оқытатын, тек үйден жасаймыз. Үйде тек мындай 2 шай стол бар, жер стол, соны қоямыз, дастархан төсейміз, адамдарды әкелеміз, қақ төрге жаңағы Балжанай мен Гүлнар бүйтіп отырғызып қоямыз, ол екеуі отырады, маркетинг план бәрін түсіндіреді. 3 күн маркетинг план тыңдадым, 3 күннен кейін уже өзім айтып бастадым маркетинг план. А бізде лидерлер әлі күнге дейін адам айтып берші, маркетинг план айтып берші деп та. Солай. Жоқ, маркетинг планды адам өзі айту керек. Адам өзі сөйлеген кезде ғана бизнес болады. Сөйлемей бизнес болмайды. Содан кейін осылай бастадық, жаңа мотивация күшті, ой жасаймыз, давай деп. Енді танитын адамдар не дейді? Танитын адамдар, ойбай, сенің қолыңнан келеді, сен баяғы мектепте де активный болғансың. Жаңа енем айтады, апай сіз мектептен солай жұмыста да сондай активныйсыз, ойбай сіздің қолыңыздан келеді. Жаңа танитын адамдар пока деп кетеді. Сендер жасаң, сендер байың деп. Жаңа сырттан бақылаушылар дейді, сөйтіп бәрі кетті. Сосын уже танымайтын адамдар деген сияқты. Мен жаңа енді 1,5 жаста балам бар, екінші балама аяғым ауыр. Сосын енемдер уже жаңа машинамен мініп алады да, жаңа Фордқа кетеді. Осы компанияны таратуға, шетпеге кетеді компанияны таратуға, сөйтіп уже холодный контактке шығып бастады. Сөйтіп адамдар жиналып, 19, тіпті ештеңе хабарымыз жоқ қой. 19 күнде компаниядан соғып тұр ғой, осы офистен Алмагүлден операторы сол соқты да, маған айтты, ты открыла статус директора деді, 19 күнде. Это реально, это достижимо, бұған жасауға болады, қол жеткізуге. Давай деп тағы да істейді. В общем, ол кезде каталог 21 күн емес, 30 күн жүреді, 30 күнде 4 новый директор шықты ғой. Ана эмоциямен да кәдімгі. Сосын 2-ші ай басталды, август, давай деп тағы новый 4 директор шықты. Сонымен 8 новый директор шығардық 2 айда. Ол кезде онлайн емес ешқандай. Адам тіркейтін болсақ, жаңа мен 5 адам тіркеймін ба, офиске барам, очередке тұрам, 5 адамның документін берем, оны жаңа жалғыз бір түйір оператор, оны набивать етеді, регистрацион номерді шығарып береді, мә регистрацион номер договор деп. Заказ беретін болсақ, очередке тұрамыз, ақша төлейтін болсақ, очередке тұрамыз, товар алатын болсақ, очередке тұрамыз, сөйтіп жасадық. Кәдімгі очередке мына дала сыртқа шығып тұрады. Болды. Күтесің, не істейсің, амалың жоқ. Сол офисте сөйтіп жасап жүрдік. Содан кейін 2011 жылы, 2019-да кірдік, 2010-2011 жылы біздің компанияда үлкен объединение болады. Бірнеше алып сетевой компаниялар бірген. Біздер 2 жылдай объединенная компания Faberlic деп жүрдік та. Біздерге Edelstar келді, клей моющий средстволар келді, жаңа прокладкалар келді, витаминдер келді біздерге. Содан кейін Faberlicте келген кислородный косметика өзіңіз білесіздер. Сөйтіп не керек? Ассортимент одан сайын көбейді, команда үлкейді, ұлғайды, уже кәдімгі оборот кетті. Потому что любой адам, осы жерге келген адамның барлығы да біздерді бәрімізді біріктіретін бір не, ол бәріміз потребительміз. Бәріміз потребительміз солай ғой. Себебі, мысалы, бизнес жасайтын адам, жасамайтын адам, басын жуады, тісін жуады, кірін жуады, үйін жинайды. Бәрімізді бір қасиет біріктіретін бұл біз потребительміз. Бізге ең бірінші товар керек, мынаның ішіндегі. Бұл товарға біздер 100% сенімді болуымыз керек. Егер бұл жердегі товар жақсы болатын болса, бізде компанияда, командада адам көп болады. Егер бізде товар нашар болса, жүреміз бе біз 10 жыл бір жерде? Қойшы, ананы бір пайдаланып, мынаны бір пайдаланып жүреміз бе әр жерде? Жоқ. Біз түгел осы компанияның 100% потребителіміз. Осы жерде тұрғанда да колготкамда, іш киімімде, көйлегімде, шарфымда, сумкамде түгел, блокнот барлығы осы Faberlicтікі. 3 балам бар, 3 балам полный потребитель Faberlicтің киімдері. Осы 2014 жыл алғаш бізге детский киімдер шығар. 2014 жылдан бері мен базардан әше балама киім аламын. Мен үлкен ұлым уже түсінеді ғой.
Офисте де көмектеседі, Гүлшат апа біледі ғой, офисте де шаруа істейді, адамдарға заказ береді, адам тіркейді, заказ беріп, бәрін компьютермен бәрін істей алады да. Сонда бір оқи ма сондай ғой, бір екі оқитын бала. Сонда айтады ғой, неге бізге компания деген носкимен трусы шығармайды деп та. Себебі мен соны аламын ғой дүкенге, базарға барғанда, басқа ештеңе алмаймын. Соны біліп тұр да бала. Сондықтан бүкіл нәрсені мен осы жерден аламын. Даже жолдасым да түгел куртка, джинсы, футболка, кроссовка, туфли, аяғына киеді, түгел нәрсе осы Фаберликтікі. Яғни осы жерден 100% потребитель болу арқылы, продукцияны алу арқылы бұл жерге керемет бизнес жасауға болады. Мейлі сіз үйде отырыңыз, мейлі сіз жұмыс жасаңыз, қандай болсаңыз да, сіз бұл жерге тек қана керегіңізді ала отырып қыздар бизнес жасауға. Бір қарағанда бұны просто хобби, еріккендердің ісі, кірет шығады, ана компания кіреді, мына компания шығады деген сияқты. Солар адамдар ойлайды, а на самом деле мына каталогтың артында үлкен ақша бар. Егер ақша болмаса, ешкім де бұл жерде жүрмейді. Ешкім де бұл жерде табыс бар деп өтірік алдамайды. Бұл табысты алып отырғаннан кейін, өзіміз осыны жаратып отырғаннан кейін пайдаланып, осылай компания беріп отырған мүмкіншіліктерін пайдалана отырғанымыздың арқасында, міне, осылай үй алу, машина алу, шетелге, мысалы, мен алдында маған айтты, сен айтуың керек, жаңағы видео түсіруің керек, про путешествие деді да. Балжан апаның структурасында айтты, сен ең көп путешествие шыққандапсың, сен видеоға сөз сөйлейсің деді. Сосын мен отырып санадым ғой, мен қайда бардым деп санадым, кейбір мемлекеттерде ұмытып кеткен екенмін, солардың бәрін жаздым. Сонда мен, оказывается, осы ала берсе 10 жыл бола ма, 10 жылдың ішінде 12 мемлекетті аралаған екенмін. Ал егер үйде просто домохозяйка болсам, бар ма ондай? Мысалы, даже Сарыағашқа да барып келмейміз, даже Кендірліге де бармаймыз ғой, былай қарағанда. Сол осы компанияның арқасында осындай мүмкіншіліктерді алып отырғаннан кейін, оны неге айтпасқа? Неге бізде қарап отырсаңыз, бір домда 60 квартира бар ма, 80 квартира бар ма? Сол үйдің барлығы потребитель болса, сіз табыссыз ғой. Сізге тіпті далаға шап деп айтпайды, сол өзіңіздің тұратын бір домды алып, сол домға бәріне барып, мен мынандай каталог, қазір 5000 теңге акция беріп жатыр, подаркасы бар, мына тіркеліңдер, тегін тіркелу деп айтатын болса, қыздар сіздерге бір домның өзі жеткілікті. Бізде жаңа бриллиантовый директор бар ғой, бір ауылдық жерден шығып отыр ғой бриллиантовый директор. Татарстанда үйіне барған ғой, просто үйіне барып каталогтар таратқан. А қазір 21-ші ғасыр, қазір бәрі интернет, қазір айтып отыр ғой, Инстаграм бар ма сұрап, бәрімізде Инстаграм бар, ВК деген бар, Одноклассники бар енді. Соның барлығын пайдаланып қыздар бизнес жасап отыр. Жаңа мен сөздің басында айтып отырдым да, солай Алматыда сондай золотой директор шығып жатыр. Міне кеше ғана 2 каталог болды құрғанға золотой директорды. Сондықтан қыздар осы мүмкіншілікті ала білу керек. Ең бірінші мен айтам, адамдарға арман керек. Егер действительно мен осы табыс табайыншы, жаңа айттым ғой, мен осы бизнеске келгенде аяғым ауыр болды. Менің мақсатым мынандай болды. Мен босанғанға дейін өзімнің жаңағы мынандай 275 мың теңге чек бар ғой, квалификационный бонус да, соны мен алуым керек деп. Енді ол кезде 204 мың теңге болды. Менің мақсатым сол болды. Босанғанға дейін мен чекті алуым керек деп. Содан мен сразу директорды аштым, жасадым. Февраль айында 204 мың теңге чегімді алдым, апрель айында босандым. Екінші баламды. Содан кейін екінші баламмен декретте отырғанда жоқ дегенде 70-80 мың алып отырдым. Мысалы, үйде бесіңді тербетіп отырып да. Ол кезде әлі компьютер жоқ, интернет жоқ, бірақ сонымен жасап отырдым. Сосын балам 10 ай болған кезде уже осындай офисіміз болды. Офиске жарты күннен бастап шығып жүрдім. Жарты күн барам, жұмыс жасаймын, адамдармен хабарласам, холодный контактке шығып келем, адам тіркеймін, солай жасап жүрдім. Содан кейін уже көріп жатыр адамдар жасап жатырмыз, жаңағы табысқа жетіп жатырмыз, ақша алып отырмыз. Үйімізде біреу адам жоқ, мемлекетте жұмыс жасайтын, мекемеге жұмыс жасайтын ешкім жоқ. Соны бәрін адамдар көреді, той болып жатыр, келін алып жатырмыз, құдалық жасап жатырмыз, бәрі без кредита, без ничего, машина алып жатырмыз. Уже мана басында бетіп қол бұлғап, сендер байып алың деген адамдар жайлап келіп бастады. Қалай істеп жатсыңдар, не істеп жатсыңдар? Осы сендер Фаберликте жастық бар деп еді, о, маған жастық керек еді, біреу керек. Осы сендерде газ жуатын бар дейді, күшті, сол маған керек еді деген сияқты жайлап уже тартылып бастады. Содан кейін жаңа біз уже результат көрсеттік қой, мен всегда айтамын, результат это ваша крыша. Көрсеттіңдер ма результатқа, адамдар өздері келеді. Табысты адам ол магнит болады, адамдарды уже тартып бастайды да. Уже поневоле адамдар тартылып бастайды, қалай тартылғандарын да білмейді да. Сондықтан сендер результат көрсетулерің керек. Сол результатқа адамдардың өздері тартылады, келеді. Қалай істеп жатсыңдар, не істеп жатсыңдар деген сияқты. Қалай сен шетелге шығып жатсың, қалай машина алып жатсыңдар, қалай үй алып жатсыңдар дейді да. Сөйтіп жайлап жаңа танитын адамдар келіп бастады. Сол танитын адамдардың бәрі қосылды. Содан кейін уже жоғары статустар ашылып жасалып бастады. Қазір Аллаға шүкір, команданың өзінде қаншама директорлар бар, соның ішінде қаншама драгоценный директорлар бар.
компанияның арқасында шетелге шығып ел көріп жер көріп жатқандар бар. Әйтеуір мен сөзіме сеніп келді ғой, айттық қой мынандай табыс бар дедік, әйтеуір соны алып жатыр, көріп жатыр, Аллаға шүкір. Сондықтан қыздар бір адамның істеген ісін келесі адам міндетті түрде істей алады. Түсіндіңіздер ма? Істей алады. Просто жаңағыда айтқандай адамда ең бірінші арман болу керек. Любой адамда арман бар, солай емес па? Просто кейбір адамдар армандайды да, сосын жаңа бытовуха дейміз ғой. Жаңа ана проблема, мына проблема, кредит бар, анау бар, бала бар, шаға бар деген сияқты. Сөйтіп жүргенде шайтан қазан ошақтың қасында жүрген кейбір адамдар арманын ұмытып кетеді. Арманы бар, но на самом деле бір жүрегінің түбінде жатады ол арманда. Содан кейін жайлап адам ойлап қараса, мен осындай нәрсе бар, мен армандайтын. Білмеймін енді кімде қандай арман бар. Біреу шетелге шыққысы келеді, біреу машина алғысы келеді, біреу әдемі көйлек алғысы келеді, біреу әдемі туфли алғысы келеді. Әркімнің әртүрлі арманы бар. Сондықтан бұл бизнеске келгенде ең бірінші қыздар сіздерде арман болу керек. Мен бәрінде блокнотпен келіп отыр екен, сендер жақсы екен деп айтады. Арман болу керек та. Ашсақ қатты айқайлап кетіп тұр ма? Енді қараңыздар, егер арманды оның уақытын анықтамасаңыздар, ол просто қиял болып кетеді. Қиял болып қалады да, жаңағыдай. Мен армандарым болды деп. Ал егер сізде нақты мақсатқа айналдырғыңыз келсе, сіз сол арманға уақыт қоюыңыз керек. Мысалы, любой арман, қандай арман бар сен? Жетеді. Жоқ, білемін ғой, жетеді, бәрімізде арман көп. Біздер енді өткен кезде карта желание жасағанда бізге неше? 187 арман жазып келдім деді ғой? 187. Вот біз бәріміз айтамыз, бізде арман көп, ойбай, біз бәрін армандаймыз ғой, анаудан. Енді 187 жазайық десек қазір бар ғой, сен сенбейсің, біз 50-ге толтырамыз. 30 жазғаннан кейін не жазатын не жазамыз? Не бар, тағы не бар дейді да. Вот уже робот-пылесосқа дейін арманда кетті. Потому что бізде задание болды да, 187 домашний задание, 187 арман жазып келу керек болды да. Вот действительно, қазір айтасыз, арман көп дейді да, қазір 10-ға да толтыра алмайсың. Қара, ойландың ба, толтыра алмайсың. Міне қара, любой бір арман, мысалы айтайық, машина. Машина дейді, RAV4. Ой, мен өзім машинам болса, өзім балдарымды өзім тасыйым, больницаға апарып келем, продуктымен өзім барып келем, ешкімге жалынбаймын деген сияқты да, мысалы көбіне үйде тұрған мамашылар. Енді ол машинаны мен қандай уақыт аламын? 2 жылда аламын ба, 3 жылда аламын ба? Яғни сіз уже машинаға уақыт қойсаңыз, ол арманыңыз сіздің уже мақсатқа айналды деген сөз. Все, уже ол сізге мақсат. Міне мен 2 жылда RAV4 алуым керек. С нуля. Или же, например, мен там осыншама километр айдалған, жаңағы түсі ақ, осындай деген сияқты өзінің характеристикасы болады ғой. Мен өзім за рулем леди емеспін, сондықтан да мен білмеймін. Сондай характеристикасымен сіздерде нақты машина представлениесі болу керек. Енді қараңыз, арман, мақсат жаздыңыздар да, анықтадыңыздар. Енді осыған жететін сіздерде жоспар болу керек міндетті түрде да. Оны қазір жоспарды көрсетеміз, қалай жоспар жасаймыз. Енді осындай бизнеске келген кезде сіздерге адам не айтады? Наставник не дейді сізге? План дейді, сосын табысқа жеткің келсе не істе дейді? Адам шақыр дейді ғой? Адам шақыр дейді ме сіздерге? Маған қоймады, адам шақыр деп. Қыздар, егер де жаңа мақсатыңызға қол жеткіңіз келсе, компания арқылы тізім жасайсыздар. Тізім деген жаңа телефонда контакт адам басталады. Адам жоқ деп айтпан, қазір контактны ашсаңдар, адам жетеді. Жетеді ғой? Контакты адам көп. Даже кәсілерге айтса, ойбай, давай сізде 35 жас, 40 жас юбилей ғой, давай үйде дастархан жасап жүрейік десе, анық бір 30-40 адамның тізімін шығарасыңдар. Той жасайтын болсақ, өзіміз енді көрдік қой. Енемдер бар, бәрі отырады, тізім жазады, ол 400-500-ге барады, ойбай, ол ресторанға сыймайды деп 300-ге қысқартады. Я болмаса мынаны биташарға дейді, мынаны жаңағы вечерге деген сияқты бөлек. Адам жетеді. Любой адам жаңа айтты ғой, кім? Потребитель. Сондықтан да адамды ешқандай сортировать етпейміз, қыздар. Ешқандай да сортировать етпейміз. Оның ақшасы бар, оның ақшасы жоқ, оның күйеуі бар, оның енесі бар, баласы бар. Ол шығармайды. Ешкім үшін шешім қабылдамайсыңдар. Сендердің жұмыстарың жаңа мақсатқа қол жеткізу ғой, арманыңызды жүзеге асыру. Сіздің бүкіл шаруаңыз істейтін бұл тізім жазу. Тізімді мынандай блокнотқа аласыз, жазасыз бәрі. Тізімді жазасыз, контактысын жазасыз, содан кейін жайлап не істейсіз, ол кісілерді шақырасыз. Шақыру. Адамдарды шақырасыз, қайда шақырасыз? Офиске шақырасыз, иә? Офиске шақырдыңыз, офиске шақырғаннан кейін біз не істейміз? Біздің компанияның маркетинг планын түсіндіреміз, яғни жұмыс жоспар. Кез келген жұмыста жоспар болады. Ешкім жоспарсыз жүрмейді, солай ғой? Мұғалімдер де,
барлық мамандық иелерінде жоспар болады. Міне мынандай объем орындау керек. Мұнайшыларда да сол, геологтарда да сол, мұғалімде, врачтарда барлығында. Мысалы, маған алды медсестра соғады, қызыңызға келіп прививка алыңыз дейді да. Сосын мен айтамын, сіз алдында айттыңыз ғой, менің қызымның прививкасы әлі келген жоқ десе, айтады да, иә жақсы, сендердің прививкаларың жоқ, бізге жоспар берген осы да, например, жаңағы 500 бала прививка алу керек деп, біз сол жоспарды орындап жатырмық деген сияқты да. Кеше ғана балам ауырып больницаға барғанмын, сонда дейді да, мені ұстап қалды да. Сен скринингте өту керек, жасың 35-те ғой дейді да. Иә, өтермін, апа, мен баламды қаратып алайын, сосын скринингте өткіземін десем, ана врачқа дейді да. Жібермеңіз на Жұмабайға, жібермеңіз скринингтен өтсін, қоймаңыз қолды дейді да. Сосын мен айтады, мен балам ауырып келіп отырмын, сіз енді сол, мен скринингте өтпеді деп, мен баламны направлениесін ұстап қалайын деп отырсыз ба? Мен келем, скринингте өтсем, өзім үшін өтемін. Біз ана врач қол қойып беріп, ана медсестрасына бүйтіп біртүрлі қарады да. Не дұрыс, что ли, с головой деген біртүрлі қарады да. Ана медсестра там жинап жатыр, енді бізге айтты ғой енді, бірдеңе адамды скринингте өткізу керек деп. Жоспар көрінде ма? Любой адамда жоспар бар. Дәл сол сияқты бізде де жоспар бар. Біздің жоспарды қазір айтамын. Енді қараңыз, маркетинг план, бәрін түсіндірдіңіз, бәрін көрсеттіңіз. Бізде енді наставник деген болады. Солай ғой? Барлықтарыңызды кім шақырды? Наставник бар. Бәрімізде наставник бар. Біреулер спонсор дейді, біреу наставник дейді. Мысалға, спонсор деген жаңа сізді шақырған адам. Көбіне спонсор дегенде біздер ойлаймыз, ойбай тек бүйті ақшаға лақтырады, спонсор елестейді да бізге, солай ақша деген жағын. На самом деле біздің бизнесте оны наставник дейді. Наставник деген кім? Сіздерді бизнеске шақырған, тіркеген, содан кейін осы бизнестің жолын түсіндіріп, кәдімгідей бәрін по полочке сізге салып берген адам. Міне осыны істейсің, Айжан осылай табысқа шығасың деген сияқты да. Сондықтан бұл жерде ең бірінші жаңа айтқандай маркетинг план бәрін түсіндіргеннен кейін бұл жерде қыздар наставникпен кәдімгі тығыз байланыста боласыз. Себебі сіз наставниксіз ештеңе істей алмайсыз. Наставник сізден бір күн бұрын келсе де, 2 сағат бұрын сізден келсе де, 1%, 2% болса да сізден артық біледі. Сондықтан наставник айтады ғой, самый заинтересованный человек в вашем успехе, это ваш наставник. Түсінесіздер ма? Потому что сетевой бизнесте солай айтады. Помогая другим, ты поможешь себе. Жаңа айтып, көп адамды шақырып арқылы сіздер уже табыссыздар. Сіз табысты болу үшін не істейсіз? Адам шақырып жатсыз. Сондықтан да маған выгодно, маған мені адамды өсіретін болса, мен түсініп мен осы кісіні өсірсем, мен өзім де өсем. Тағы бір адамды өсірсем, мен өзім өсем деген сияқты. Сондықтан қыздар осы жерде айтатын, наставникпен кәдімгі тығыз байланыста боласыз. Андай жоқ, болмай, звондап жатса, неге звондап жатыр деген сияқты да. Или болмаса жаңағы көтермей там, или көтеріп алып мен бүйтіп жатыр едім, сөйтіп жатыр едім, отговорка айтпау керек. Шақырды ма, келу керек, тыңдау керек. Наставник айтты ма, бітті, болды, заң. Наставник айтқан заң. Егер осыны айтқан істейтін болсаңдар, табысты боласыңдар. Заинтересованный адам сол, басқа ешкім емес, ол қазан ошақтың қасында жүрген, үйінде сериал қарап отқан абысын емес, келін емес, көрші емес. Именно наставник. Бізде көбіне адамдар былай айтады да, жаңа осындай сабаққа келеді, иә, қазір жасап алады екен, үлкен адамдар жасап жатыр, жастар да жасап жатыр, біреулер 200 мың айлық алып жатыр, біреулер 70 мың айлық алып жатыр, неге мен де алмаймын деген сияқты біртүрлі үйіне үріліп барады да, жаңа мотивацияға толып. Сосын үйіне барғанда шай ішіп отырып айтады, сосын енесі айтады, ана құдаша бар ғой, пәленшенің қызы да ана, білмейсің ба не? Сол осы фабрикке кірді, білмеймін, заказын алды, жүрді, сонымен ең соңы сақталмады, сол деген қалды сол заты дейді да, сосын адам ойлап қалды, солай ма дейді. Сосын телефонмен тұрады да, тамақ істеп тұрады да, телефонмен тоже әңгіме айтып айтады, мен осындай компанияға кірдім, фабрик деген, давай сен де тіркелші деп подружкасы айтады ма, подружкасы ар жақта сериал қарап, үйінде баламен отырған адам, жаңағы кругозоры кең емес деген сияқты білмейді, неге білмейді. Сол айтады, құрсын ағылы жүрсі, екінің бірі фабрикте табыс болса солардың бәрі қақта қалып жүр, сен уже далада қалдың, сен соңында тіркеліп жатсың деген сияқты. Сосын ойлайды да, мә солай ма дейді. И болды, адам бүйтіп шар жарылады ғой, сол ауа шығып кетеді. Сол сияқты бүйтіп шығып қалады ғой. Осы келесі сосын айтады, мен балам жылап жатыр. Бірдеңе шақырсаң айтады, қой мен келе алмаймын, үйге қонақ келейін деп жатыр. Или мен басым ауырып жатыр деген сияқты. Түрлі сылтау айтып бастайды. Все, уже адам жоқ, потому что мана үріп кеткен мотивация бәрі жаңа ауа шыққан шарықсап болды, солып қалды. А на самом деле примерді наставниктен алу керек. Неге? Табысқа жеткен адамдардан неге пример алмайсыңдар? Неге сендер именно жол болмай қалған адамнан пример алу керек? Өмірде сендер өйтпейсіңдер ғой. Жаңа білім алмаған, или там баласы жаңағы оқымай қалған, или айырылысып кеткен, ондай семьядан үлгі алмайсыңдар ғой. Солай емес пе? Көп балалы, сондай бір жаңағы айтады ғой, жан-жағы бар, көзі ашық, көкірегі ояу, сондай
семьяларды көргенде мә бізде осындай жаңағы кемпір шал болса екен дұрыстап аузымыздан дұрыс бата шығып отыратын дейді. Сондай адамдар үлгі алады. Бизнеске келгенде де дәл солай. Табысқа жеткен адамдардан үлгі алу керек. Керек емес анда мында біреу жасамай қалып, біреу тағы бірдеңе зат сатылмай қалды деген адамдардан пример алудан қажет жоқ. Өмірде қандай адамдардан пример алсаңдар, бизнесте де дәл солай табысқа жеткен адамдардан пример алу керек. Сондықтан соның бірі сізге наставник. Одан кейін біздің бизнеске келгенде қыздар 100% тұтынушы болу керек. Потребитель, да? Мысалға сендер деген фабрикте бізде зат бар, мен фабриктемін деп жүріп, бірақ өзіңіз үйде фейримен ыдыс жуып жатсаңыз, қалай болады сонда? Или там мифпен порошок жуып жатсаңыз, кір жуып жатсаңыз. Үйге қонақ шақырып той жасап жатсыңдар да, үйге қонақтар келіп жатыр, келіндер ыдыс жуып тұрды, сонда ойлайды да, апа фабрикте жүрмін дейді, өзі бірақ фейримен, иранскиймен ыдыс жуады екен деген сияқты да. Или өзіңіз фабриктесіз, бірақ барып дүкеннен ой салып жатсаңдар. Или Камиланың колготкасын киіп жүрсіңдер. Қалай да? Мысалы, сендер өздерің продуктовый магазиндерің бар, примерно айтайын, осы домда да. Сендер көрші магазиннен барып нан сатып алмайсыңдар ғой, или секер сатып алмайсыңдар ғой, өздерің магазиннен аласыңдар. Дәл сол сияқты бизнеске келгендер ма 100% потребитель боласыңдар. Полный сіз жүрген реклама болуыңыз керек. Міне мынандай деген сияқты. Содан кейін жаңа алдында да күшті айтып отыр ғой, касание деп та. Адам өзі пайдалану арқылы келесі адамға айта алады. Жоқ, ол крем бар ғой, ол крем кішкене майлау, мынау не кішкене жеңіл, жақсаң тез сіңіп кетеді. Жоқ, ол деген былай тұрады, ол бюстгальтердің размері былай болады, ол аяқ киім большой меркі, ол мала меркі деген сияқты. Міне көрдіңдер ма? 100% потребитель болса, элементарно мына шампунь мысалға да, ол мына шампунь мынандай, мына шампунь мынандай деген сияқты. Мысалы, мен өзім осы Биартиктің шампунь медовый морошкамен ғана жоқ. Менің кәдімгі фаворит шампуньім сол. 369 деген шампунь болса да соны сол. Сондықтан қыздар, міне 100% потребитель болсыңдар, келесі адамдарға күшті айта аласыңдар. Сосын енді жетіншісі бұл оқу. Оқу, сосын оқыту, адам өзін жетілдіру. Мысалға, бізде көп адамдар ойлайды, ананы кішкене тағы сосын шабамыз. Мысалы, көп адам ойлайды, мен мектеп бітірдім, университет бітірдім, болды. Мен оқыдым ғой, болды деп ойлайды. Век живи, век учись деп тек айтылмаған. Егер де біздің бизнеспен табысқа жетемін дейтін болсаңдар, қыздар да, табысқа жетудің де өзінің білімі бар. Просто так емес. Бұл жерге ешкімде аспаннан салғырып келген жоқ. Бәріміз де оқыдық. Әрине, ең басында осы бизнес 2009 жылы басталғанда жаңа біздер тұманда жүргендей болдық. Шын мәнісінде біздер көп нәрсені білген жоқ. Жасап жатамыз, барамыз, басымызды тауға соғамыз. Ол дұрыс емес екен. Қателіктер ғой, қателіктерді сатам деген сияқты. Жоқ, бұл дұрыс емес екен. Онда былай жасау керек екен деп басқаша жасаймыз. Ол бірі барамызда тағы басымыз соғамыз. Мынау да қате екен. Адамдармен олай жасау болмайды, былай жасау керек екен деген сияқты. Солай істеді. Қазір онлайн тренинг керек па, офлайн тренинг керек па, кітап керек па, не керек жандарға бәрі ғой. Қазір инстаграмда ашып қалсаңда Құралай ханым да оқытып жатыр, Бекжігітова да оқытып жатыр, бәрі оқытып жатыр. Асанберді де оқытып, түгел нәрсе қазір бәрі тек мәдіп тұр ғой бәрі. Тек оқу бәрі бізге байланысты да, біз сол информация қаншалықты аламыз. Элементарно осындай сабақ. Бір кешке сағат 6 мен 7 арасында сабақ болады, 3 пен 4 арасында болады, таңертең 11-де встреча болады, келіп кетіңдер десе, просто келіп кетіп қыздар бір нәрсе ұғып кетсеңдер де, сіздің жаңа копилкаңызге оның барлығы плюс анау жинала береді. Бүгін іңкәрдан нан естідім, алдында Аяпадан нан естіп едім, алдында кислородный бальзамды бүйтіп айтып еді, ана порошокты сөйтіп айтып сендер уже жаңа білімдеріңізді копилкаларыңыз толтырасыздар. Никогда именно естідім ғой, мынаны айтты ғой, несін аны қайталай береді деп ойламаңдар. Адам қайталау, өмірдің өзі қайталау. Мысалы, физиканың мұғалімі 7-ші класқа 30 жыл бойы 7-ші класқа сол бір физиканы айтып жатыр ғой, ол жаңада формула шығарған ештеңесі жоқ қой. Болмаса химия мұғалімі өйтіп жатқан жоқ, математикті өйтіп жатқан жоқ. Солай ғой. Болмаса қазақ тілі мұғалімі жаңадан ереже шығарып жатқан жоқ. Бір нәрсені 30 жыл бойы қайталап келатыр ғой. Дәл сол сияқты бұл бизнесте де қайталау. Велосипед ойлап табудың қажеті жоқ, ештеңе. Бұл готовый система, тек просто сіздер осы системаға енгіп кете ғана қойсаңдар, болды, готовый. Бәрі ойластырып қойған бүтін нүктесіне дейін. Дизайн, түгел, акция, кімге қанша ақша береді, қалай не істейді. Мысалы, элементарно бізде маркетинг планды жасақтаудың өзі біздер ойлаймыз ғой, маркетинг план. А на самом деле осы маркетинг планды жасайтын команда бар ғой, миллиардтаған ақша төлейді екен ғой соларға расчет жасаған үшін. Мен соны Алексей Нечаевтың аузынан естігенде шошып кеткенмін. Мама, солай ма деп. Бәрін есептеп беріп тұр бізге. Біздер тек системаға еніп кетуіміз керек. Дәл солай мысалы сіздер любой мекемеге жұмысқа барсаңдар, барып мен жұмысқа келдім, енді мынаны бүйтеміз, мынаны сөйтеміз, ештеңе өзгертпейсіңдер ғой. Барасыңдар, айтады, мынау сенің жұмыс орның
так, мынау сен жасайтын отчет осы кешке дейін дайындап қой деп болды ғой. Или мынау сен бір айда істейтін мә сенің жұмысың мә болды. Сен соны істейсің ғой. Сен барып жаңадан істемейсің ғой. Дәл сол сияқты бұл бизнеске келгенде тек қана сіздің инпутыңызға арналады. Кәріп бар ма? Түсінікті ма? Сондықтан қыздар оқу мен оқытуға өте қатты мән береміз. Біздерде оқу деген ұйымдастырылады, офистерде болады, 21 күн сайын поздравление болады. Қалмау керек. Поздравлениеға мотивация үшін барасыңдар. Жаңа өсіп жатқан қыздарды көресіңдер. Кеше мысалы қыздар быстро старттан шығып жатыр ғой. Мына 5000 теңгенің акциясымен шығып жатыр. Кеше старший директорге кішкене жетпей қалды, сол старший директор ашып кету керек еді. Жетпей қалды. Мысалы мына 5000 теңгенің акциясы. Сонда көресіңдер, жасалады ма? Мысалы 3 айлық баласымен келген жоқ па? 3 айлық баланы тастап келіп тұрмын деді ғой, 12%-ке шыққан келіншек та. Сол сияқты көресіңдер, мынау жасап жатыр екен, мынау жасап жатыр, неге мен жасамаймын деген сияқты сондай поздравление келу керек. Сосын кітаптарды көбірек оқу керек. Мысалы мен мына жерде жаңа кітап көріп осайтын адам айталайды ма? Мысалы маған өзіме осы Сайт Мұрат Абылатовтың кітаптары ұнайды. Мындай литература қазір көп. Онлайн оқуларың десе де бар. Мына кісі ютубта да бар. Мысалы мен өзім офисте жұмыс жасап отырамын ғой. Жаңа офистің шаруасын істеп отырамын. Мен отчет жасап отырғанда құлағыма наушник тығып қойғанда Сайт Мұрат Абылатовты қосып қоямын. Ол көп нәрсе айтады. Жаңа баланы қалай воспитывать ету керек. Балаға мына мектептің білімінен де бөлек қандай білім беру керек. Бала өзі самостоятельный болу үшін не істеу керек деген сияқты. Мысалы маған керек, менің балдарым бар да, маған онда керек нәрсе білім. Сондықтан мен осы кісіні даже ютубтан да қосып қоямын да, тыңдай беремін. Тыңдап отырамын да, бірақ шамам істей беремін. Сосын оппа деймін да, бір нәрсе ұнап қалдым, пауза басамын да жазып аламын сразу. Мына мен қатырдым, көбіне осы Сайт Мұрат Абылатовтың сөздерімен толтырылып іші. Мен осы кісі, міне кітабы тұр, духовные законы богатства дейді. Бұл жерде тек қана ақша емес, жаңа айтқандай адаммен қарым-қатынас, бұл бизнес отношения да. Осындай нәрселер көп үйретеді. Содан кейін деньги в сетевой маркетинге, да. Действительно, сетевой маркетингде ақша бар. Потому что сетевой маркетинг деген қыздар, ол айтамын, ол деген үлкен рычаг, оны бәрі механизм да бұл. Надо денежный механизм дейді да. Мысалы бұрындары су алу үшін деген айналдырады, содан кейін бір краннан су ағып сөйтеді. Дәл сол сияқты да өздеріне просто колесоны елестетіңдер, и соны мына жерде рычагы бар. Бірақ ана колесоны айналдыру қиын, потому что сендер бизнеске келесіңдер, үйрену қиын болады, офиске келу қиын болады, жаңа өзі кедергілер дейді ғой, кедергі тұрады да постоянно. Адам шақырсаң, адам келмейді, анау дейді, мынау дейді, түрлі сылтауын айтады, сен өзің жасағың келмей қалады, күйеуің бірдеңе деп қалады, бір күн настроениең болады, бір күн балаң ауырып жатады, түрлі кедергілер болады да. Сол кедергілердің бәрін өткен кезде мына жаңағы колесоны сендер айналдырып алып кетесіңдер уже, все, күш алып кетесіңдер. Енді мына колесо бүйтіп айналып тұрады, бұл механизм. Уже 21 күн сайын 50 балың жасайсың, ақша түсіп тұрады. 21 күн сайын 50 балың жасайсың, ақша түсіп тұрады. Потому что сен уже механизмді құрып тастадың. Сондықтан да қыздар, мына деньги в сетевой маркетинге дейін ол бар, бұл жерде ақша өте көп сетевой бизнесте. Просто компанияны дұрыстап таңдап білу керек, содан кейін бұл жерде айтатыны өздеріңізден кейін лидер өсіру керек. Лидер, ключевой партнерларың болу керек. Осы Сайт Мұрат Абылатов мына осы тақырыпта тренингіне қатысқанда сұрақтар қойды ғой. Кімде бір ключевой партнер бар, кімде екі ключевой партнер бар, кімде 5 деп сонда у кого 5 и больше дейді да, мен қол көтердім ғой. Бәрі көтерген жоқ, ол жерде бірінші компания представителері бар, апа болды, мен болдым, сіз болдыңыз да сол кезде. Да, сондай қол көтерді ғой, сонда айтты, вот вы миллионеры деді. На самом деле ол білмейді ғой біздің қанша ақша алатынымызды, да? Бірақ мына кісі, енді біледі ғой осы саланы зерттеп не істеп жүрген кісі, тренинг коуч да былай қарағанда международный тренинг. Сонда айтты, вот у кого 5 и более ключевых партнеров, вы миллионеры деді. На самом деле ол солай, да? Сондықтан қыздар сетевой бизнесте ақша өте көп. Енді бізде маркетинг план жоспар қандай? Любой адам тіркеліп бизнес жасаймын деген адам ең бірінші өзінің 50 балын орындау керек. Енді қараңыз, бізде мынандай екі ереже бар компанияда, правила да. Ол былай. Егер де мына каталогтың ішінен заказ беріп, бір каталогтың ішінде 50 балға дейін жасаса, яғни 5 бал мен 49 балдың арасында заказ беретін болса, онда товардың барлығын 20% скидкамен алады. Егер бір каталогта 50 бал және одан да жоғары жасайтын болса, товарды 26% скидкамен алады. Көрдіңіздер, разница бар. Товар алудағы скидкаде. Енді бизнес жасағыларың келсе, міндетті түрде 50 бал жасайсыз. Бұл сіздің бірінші міндетіңіз. Бірінші міндетіңіз 50 бал орындау.
Екінші міндетіңіз жаңа мен не дедім? Адам шақыру керек дедім ғой. Тізім жасау керек. Адам шақыру. Адам шақыру. Адамды шақырасыз. Мысалы біреулер айтады, қанша адам шақырамын деген сияқты да. Адам шақырасыз, адамдарға осы информацияны бересіз. Қандай бізде товар бар, қандай бізде акциялар бар, ол қанша заказ берсе қалай ұтады деген сияқты да. Міне, мысалға айтақ, сіз өзіңіз 50 балл жасадыңыз, келесі адам 50 балл жасады. Неше балл болды сізде? 100 балл болды да. Жаңа 100 баллыңыз деген сіздің 3%. Мына жерде үшінші міндетті сразу жазып кетейін, қыздар, бұл жерде де оқу мен оқыту. Ойламаңыздар, мына оқу мен оқыту қалмады ғой деп. Үшінші міндет. Осы 3 міндетті атқарсаңдар, қыздар табысқа қол жеткізесіңдер. Егер сіз 100 балл 3% болатын болсаңыз, компания сізге 1000 теңге ақша төлейді. Ал сіз қазір Данаға барыңыз, Аманға барыңыз, Динаға барыңыз, продукт бәрін толтырып алдыңыз, сізге не береді? Чек береді. Спасибо за покупку, приходите еще или ждем вас еще дейді. Болды ғой. А бізде компания айтады, сен өзіңе керегіңді алып, келесі адамға айт, саған ақша төлейді. Жалпақ тілмен айтқанда мен былай түсіндім. Мынау үлкен завод Москвада. Мынау завод Фаберликтің. Мынау сіз, мынау Фаберлик. Фаберлик айтады, мен дейді 7000-нан астам товар шығарамын дейді. Менде не керек, жаныңа бәрі бар дейді. Сен менен ал дейді, ортада ешқандай посредник жоқ. Мына жерде ешқандай посредник жоқ, сіз тікелей тіркеліп тұрсыз компанияда. Енді айтады, сен менен өзің ішкі бағасымен ал дейді. Қазір базорсқа барсаңыздар, өз бағасына бере ме сізге? Жоқ дегенде 5-10 теңге қосады ғой? Қоса ма? Қосады, ешкім ол жерде тек тұрған жоқ, бәрі пайда үшін тұр. Сондықтан Фаберлик айтады, сен дейді, менен кәдімгі заводтың бағасымен ал дейді. Тек қана мына жерде сен жолыңды ғана төлейсің дейді, транспорт қана төлейсіз, Ақтауға әкеліп беретін да. Болды. Екеуміз дейді, үстіне көрген пайданы бөлісеміз дейді. Яғни мына процент қайдан шығып жатыр? Мына ортадағы пайдадан шығып жатыр. Компанияда сен мынандай 100 баллдың товар оборотын жасасаң, мысалы 3%-ін төлеймін. Сен одан да көп жасасаң, мысалы одан да көп төлеймін. Түсіндіңіз ба? Ақша қайдан шығып жатыр? Ақша осы компаниямен сотрудничать еткеннен үстінен көріп жатқан пайда. Компания да пайда көріп жатыр. Сен оған выгода жоқ қой, 7000 тонна товар шығарып қойып, оның бетіне қарап отырып складта. Солай емес пе заводта? Оған жылжығаны керек, товарды өткені керек. А оның өтуіне кім көмектесіп жатыр? Біз көмектесіп жатырмыз. Яғни біз былай жалпақ тілмен айтқанда біз дойлядамыз компаниямен. Түсіндіңіздер ме? Егер сіз командаңызбен 600 кетіп қалды. Быстрый старт. Быстрый стартқа кетіп жатырмыз. Егер сіз командаңызбен, шақырған адамдарыңызбен 200 балл орындайтын болсаңыз, компания сізге 200 баллдың 6%-ын төлейді. Бұл жерде 3500 теңге ақша счетыңызға төленеді. Егер сіз командаңызбен 600 балл орындайтын болсаңыз, қыздар, 600 балл деп отырғанымыз 9%, 15-16 мың теңгедей ақша. Былай қарағанда 600 балл деген 50 баллдан жасайтын 12 адам. Сіз сондай команданы ұйымдастырдыңыз, 16 мың теңге ақша шықты дейді. Сіз 50 балл орындауға уже баяғыдай 25-30 мың ақша жұмсамайсыз, сіз уже жартысын жұмсайсыз. Келесіз офистен 30 мыңның товарына всего 15 мың теңге төлейсіз, 15 мың теңгені уже компания төлеп жатыр да, сіздің жұмысыңыз қарай. А сіз ол 15 мыңға үйіңізге қажет затты алып алыңыз. Болмаса біреуден заказ жинаңыз, сатыңыз, үстінен еще тағы 26% пайдасын көріңіз да. Жақсы емес пе? Егер сіз командаңызбен 1000 балл жинайтын болсаңыз, 1000 балл деп отырғанымыз қыздар 12%. 12% деп отырған где-то 35 мың теңге айлық. 21 күнге түсетін. Егер сіз командаңызбен 1500 балл жинайтын болсаңыз, міне бар ғой да арамызда 3% адам бар ма? 3% не шығып отыр? 6% бар ма? Сіз ба? 6% не? 9% бар ма? Сіз 9%. 12-ші. Сіз 15 демесіз ба? Мен сіз 15-те деп жүрмін онда. Не көрдіңіз ғой да? Живой пример, бәрі тікап тізбектеліп отыр екен. Білген дейді, а? 9 ашасың ба сен? Не берді? Кім бізде кеше 12%-ке шыққан? Назылхан болды. Келе алмай ма ол? Егер сіз командаңызбен 1500 балл жинайтын болсаңыз, 15%-ке шығасыз. 15% это примерно 60 мың теңгедей ақша. Бұл жерде қыздар компанияда сіз вице-директор атанасыз. Уже вице-директорсыз. Осы жерге 15%-ке келгенде, уже ипіңізді ашып, любой банктен счетыңызды ашып, уже ақшаңызды наличка аласыз. 60 мыңды ма? Жоқ, бірінші зарплатыңыз, жаңағы
через заказ өтеді. Объемный скидка ол уже сіз компания долларға тұрғаннан кейін келесі ақша уже банкке түседі. Енді қараңыз, егер сіз 2000 балл болатын болса, 2000 балл. 2000 балл деп отырғаныз ол 19%. 19% 100 мың теңгеде ақша. 80 мың түсуі мүмкін, 101 мың түсуі мүмкін да. Бұл жерде сіз старший вице-директорсыз. Ал егер сіз командаңызбен 3000 балл, мана ыңғардың естіп қалған 3000 балл ғой. 3000 балл жасайтын болсаңыз, командаңызбен 23%-ке шығасыз. Бұл жерде компания сізге 200 мың теңгеде ақша төлейді. Яғни 150 мыңнан басталады. 150 мың шығуы мүмкін, 153 шығуы мүмкін, 182 шығуы мүмкін. Ол сіздің мына команданы құрғаныңызға байланысты. 200 мың теңге. Бұл жерде сіз кандидатсыз. Кандидат директора дейді. Егер сіз 8 каталог істейтін болсаңыз, осы 3000 баллды компания сізге андай чек береді 275 мың теңге деген. Зарплатадан бөлек қыздар. 21 күн сайын түсетін табысыңыздан бөлек компания 275 мың теңге чек береді. За вашу работу. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма осы жерге дейін? Директор болайын деп жүрген ханымдардан. Енді давайте қыздар, енді жаңа айттым ғой да, кез келген жерде жоспар бар. Давайте жоспар құрайық. Кім қанша процентке шыққысы келеді, қанша ақша алғысы келеді, кімге қанша ақша керек? Жасырмай айтыңыздар. 23% сразу. А? 23% сразу шығам дейді Гүлнар. Сіз ба? Гүлнар, иә. Мысалға сіз 3000 балл мақсатыңыз, иә? Бұл жоспарды неше жасаймыз? Мысалы, кейбір адамдар айтады да, керек, мен қанша адам тіркеуім керек, не істеуім керек дейді. Сонда біздер айтады, ойбай, давай көп адам шақыр дейді да. Көп адам ол қанша? Біз айтамыз, чем много, тем больше, тем лучше дейміз да. А ол білмейді, новичокқа мысалға 2 адам шақыр десеңде 2 адамды мама қайдан аламын дейді да. Мысалы біздер айтамыз, 5 адамның өзіне болыпты. Мысалы кеше 5000 теңгенің акциясымен мен өзім 23 адам тіркеппін. Өзім білмеймін саны неше адам тіркеген. Отчетым шыққаннан кейін көріп отырмын 23 адам екен. 5000 теңге статустарына шығара бергенмін, адамдар хабарласқан, тіркей бергенмін, жасай бергенмін, сонымен 23 адам тіркеп, өзім тізімін жасап қойдым, өзім шошып кеттім. Енді қараңыздар, 3000 балл сіздің мақсатыңыз. Қазір сізде неше балл бар? 12% болсаңыз 1000 баллыңыз бар ғой да? 1000 балл стабильный командамен жасайсыз. Сол 1000 баллды мен ұстаймыз. Сонда сізде 2000 балл. Енді бізде қазір 7, 8, 9, не ма? Сіз қашан шығыңыз елі? Осы каталогта. Осы каталогта шысы? Осы каталогта да? Онда мына 8 мен 9 санамаймыз, 7 санаймыз да? Сізге осыдай 2000 балл жасау керек. Сіз 2000 баллды кіммен жасайсыз? 2000 баллды бөлеміз 20 күнге. Неше? 100 балл. Күніне 100 баллдан. 100 балл бір күнге. Сосын сізде кәдімгі дәптеріңіз бар ғой? Соған жазасыз кәдімгі, міне. Нешесінде асалық бізде батырдал? 29-ында ма? Жазамыз. 29, 30, 1, 2, 3 деп, өшін не керек, каталогтың соңына дейін жазамыз. Сосын так, 29 күні неше балл жасалды? Неше баллмен өттіңіз осыған? Не бар? Переходящий неше балл? 300 баллмен и так келдіңіз. Плюс осыған 100 балл жасалу керек сізде. 29 күні. 400 балл ма? 400 баллға сізде плюс тағы 100 балл болу керек. Бүгін сіз отчетыңызды қарағанда командаңызбен 600 балл болу керек. Бар ма 600 балл? Оформленный? 500. Так что бүгін кешке дейін 600-ге толтырасыз сосын. Менде дәл осылай жасатқан директор бүгін жаңа таңертең қарағанда 936 балл болып тұр. Ол уже переплан жасап жатыр. Мен айтып жасай бер. Жасай бер. Іңкәр, енді мына неге 1000 баллды алып тастап, соны айтып жіберші. 1000 балл, потому что стабильно сізде адамдар бар ғой 1000 балл жасап тұрған. Сізге енді мына 2000 балл жасайтын адам керек қой жаңадан. Новыйдан. Оны сіз командамен жасайсыз. Сіз ойламаңыз 2000 бәрін мен табамын деп. Сізде өзіңізде командада жаңа адамдарыңыз бар ғой, Айжан, Маржан, Гүлжан деген сияқты да. Сіз осы кісілермен 1000 баллға шығып отырсыз стабильно. Солай емес пе да? Лидерлеріңіз. Енді сіз ол кісілерге дәл осылай план бересіз. Айжан, сен осы номер 7-ші каталогта неше процентке шығасың? 12-ке шығасың ба? Давай, 12-ге сен кіммен шығасың? Күніне неше балдан жасайсың? 10 балдан ба, 100 балдан ба деген сияқты да? Мына
жаңа 2000 балл сізде прирост командамен жүреді, потому что один в поле не воин, көпті көрсетіп көл дейді. Сондықтан бұл жерде командамен жұмыс жасаймыз. Ана 60 екен ғой да? Иә, 1000 балл сізде жасалып тұрған адам бар. Енді сізде прирост керек, бұл жерде түсіну керек. Прирост. Новый адамдар. Новый адамдармен жасайсыз. Новый адамдар кіммен жасайсыз? Жаңа 1000 балл жасап тұрған. Күніне 100 балл жасау керексіз, новый. Вот солармен жасайсыз. Күніне 100 баллдан прирост жасап отырмыз. Бірақ сіз мана 1000 баллыңызды ұмытпауыңыз керек. Ал егер де сізде новичок келсе, мысалы, новичок келсе, мен қалай жасаймын дейтін болса, оны мысалы 1000 баллда жоқ. Айтаттар, мен келдім, мен жасағым келеді алдым да, например, Айжан дейді. Айжан келді, Айжан айтады, мен осы каталогта, например, 9%-ке шығайын деп едім дейді да. Айжан, онда сен не істейсің? Айжан 9%-те отырғаныз, бұл бізде 600 балл, солай ма? 600 балл. Осы біз 600 баллды 20 күнге бөлеміз. 20 күнге бөлеміз. Сонда бізде күніне 30 балдан. Қыздар күніне бір 30 балдан жасап тұруға болады ғой да? Иә. 2 адам 15 балдан. Кәдімгідей стабильно жасап тұруға болады. Просто біздер деген не істейміз? Біздер деген бірінші аптада жүреміз, не болып жатыр, кім қандай статуспен жапты, біз ол жан-жағымызды зерттейміз. Екінші аптасында қандай акция болып жатыр дейміз. Не болып жатыр вообще? Не хабар? Дейміз да? Иә? Үшінші апта болғанда, мә, яғни шағынан қалып баратсың ғой. Ана зат, мә, уже ана новинка бітіп қалыпты складта. Ой, бұл кім кінәлі, компания кінәлі. Уже біз үшінші аптада оянамыз. Жаңа ұйқыдан жаңа тұрып жатырмыз. Не істеп жатыр едік? Қалай? Неше процентке шығайын жатыр едік деп. Жоқ, қыздар. Адам стабильно жұмыс жасаса, өздеріңе жеңіл болады. Сіздер өздерің ойлап, 2 апта демалып жүргеннен үшінші аптада тыққан жақсы ма? Или 3 апта бойы стабильно. Так, мен бүгін 30 балымды жасап қойдым. Мен молодец. Жүр кетіп үйге бара бер, шамасы істедің. Келесі күн келдің, тағы да 30 балын жасадың. Молодец, жүр үйіңе бара бер деген сияқты. Да, түсіндіңдер ма? Солай жасап тұрсыңдар, өздеріңді шаршамайсыңдар. Морально шаршамайсыңдар. Чем ынтып, ойбай, давай, заказ сал, қайда, анау қайда, мынау қайда. Мысалы, 5 адам тіркедегі ма, неге тіркемей жатсың деген сияқты, да? Соңғы бір 3-4 күнде ойбай, мен акция жариялатырмын деп шығатындар ма? 5 адам тіркесең, мен саған деп подарок беремін деп, да? Жоқ, қыздар. Кәдімгідей стабильно жасау керек, потому что бұл бизнес сондай. Егер сендер просто зат сатумен жүрсеңдер, онда былай болады да, мереке күнде күшті зат сатасыңдар, сосын сауда болмай қалады, ақша жоқ, бірде ақша бар, ақша жоқ, ақша бар, ақша. Міне осылай болады да, өмірлеріңде де солай болады. Ал егер сендер стабильно жасасаңдар, стабильно, пускай басында сіздер результат күшті бола қоймас. Бірақ стабильно, әйтеуір жайлап бір адамнан тіркеп, сабаққа келіп не істейді, жайлап болса да өссеңдер де, әйтеуір стабильно өсесіңдер. Өшпейсің, өсесіңдер. Стабильно жасасаңдар. Айсы стабильно болмаса, онда жаңағыдай бірде бар, бірде жоқ, настроение барысы жоқ сияқты ғой. Бізде даже компанияда бонус стабильности деген бар ғой. 110 мың теңге түседі. Бонус стабильности түседі дейміз. 110 мың теңге түседі да, мысалы біздер Рубиннің жоғары директорлары компания статусты ұстап тұрған үшін 110 мың теңге ақша төлейді. Ал директорлерге неше төлейді? Это 27 мың. 27 мың. Директор статусын құрғанда 275 мың теңге мына чекті алғаннан кейін стабильно жасап тұрған адамдарға помимо зарплаты, помимо бүкіл бонустардан бөлек 27 мың ақша төлейді. 8 газ алыңыздар. Тағы 8 газ алыңыз кейін тағы 27 мың төлейді. Жаңа старший директорға қанша төлейді? 37 500 ба? Старший директорды стабильно ұстап тұрма, 37 500 теңге төлейді. Серебряный директор ұстап тұрма, стабильно 55 мың теңге төлейді. Сосын золотыға 60 мың теңге ма? Золотыға 80 мың теңгеден төлейді. И Рубин одан жоғары статустың бәріне 110 мың теңге қосымша табыс төлейді. Күшті да? Айлықтан басқа. Бонус стабильности, да? Бонус стабильно деп тұрмын ғой, сол сияқты стабильно тұрған үшін да. Мен просто компанияда жасап жатырмын, стабильно жұмысын жасап жүрмін, директорлерім жасап жатыр дейтін. И маған компания сол үшін 110 мың теңге ақша төлейді қосымша. Жақсы емес па? Компания декрет төлейді. Мысалға да, бірінші балаға қазір 7 мың 50 теңге, екінші, үшінші одан да көп балаға 14 мың 100 теңгеден төлейді. Мысалы, мен өзім ол декретметті алдым компаниядан. Жақсы. Помимо зарплаты. Сосын жаңа енді бізде айтады ғой, директорский бонустар. Міне директорский бонуспен ғана біздер ерекшеленеміз. Мысалы, біздің зарплатамыз на самом деле директорлардың, сосын драгоценный директорлардың зарплатасын бәрі бірдей. Қараған кезде біздерде мысалы мынандай ақша шыққанда мынандай 2 графа шығады. Біреуі жаңа авионный скидка, біреуі директорский бонус дейді да. Авионный скидка бәрімізде бірдей. Мысалы, директор қаншалық 150 мың ала ма, 180 ала ма,
мен де сондай алам. Мысалы 150 мың теңге ақша түсті ма, енді қалғаны бір 700 мыңы, 600 бірдеңе мыңы, 800 мыңы ол менде директорлардан түсетін бонус. Жаңа айттым ғой, мен бұл бизнеске келгенде менде директор шықса неше процент, одан кейін директор шықса не болады, одан кейін директор шықса не болады деп соны сұрадым ғой мен. Вот сол үшін компанияда тек қана Малды неге глубинаға шейін. жоқ, полный глубинада төленеді, просто бірінші линияда 5%, сосын 1%, 0,75, 0,5, сосын 0,25 деп тұра береді, уже болды. Бүкіл структурадан қанша директор шықты, да? Міне сондықтан да қыздар просто бұл жерге келгенде помогай другим, ты поможешь себе дейді, бұл жерде директор шығаруға тырысу керек, да? Мысалы, Айжанға сіз бердіңіз, міне Айжан сенің планың мынандай, Гүлжан сенің планың мысалы 1000 балл ма? Пожалуйста, 1000 баллды 20 күнге бөлде жаса, күніне 50 баллдан ішін тиісті ме сенің? Жасауға болады ма күніне 50 баллды? Систематичен. Бүгін не 50 балл шықпай жатыр ма, 37 балл болып тұр ма? Шық есті алдына холодный контрактке. Тап бір адамды. 5000 теңге үйратыр де 12500-ге заказ берсе, шығады 13 балл. Пожалуйста, сосын толтыра ғой 50 баллға. Сосын айтасың, молодец, 50 балл бүгін нормаңды орындадың, барып жүре бер үйге деген сияқты, да? Сөйтіп стабильно жасасаңдар, қыздар стабильно кәдімгі зарплата шығасыңдар. Просто бізде көбіне адамдар эмоциямен жасайды, да, мә, ана шығып жатыр екен, мен неге жасамаймын деп эмоциямен шығады, бірақ эмоция деген нәрсе ол уақытша нәрсе, да? Эмоцияны біздер білеміз, біз қазір күле қоямыз, қазір жылай қоямыз, қазір ренжи қоямыз, қазір кешіре қоямыз әйел адамдарда, мысалы сондаймыз біз, любой нәрсені эмоциямен қабылдаймыз. Сондықтан эмоция деген ол нәрсе уақытша, мотивация да уақытша нәрсе. Мысалы біреулер мотивация алады, болмаса интернетті қарайды, мына сетевик ұшып бара жатыр, мынау машина алып жатыр, мынау үй алып жатыр, мынау бүйтіп жатыр, мынау сөйтіп жатыр деген сияқты қарап отырамыз да, бәріміз наблюдательбіз. Соның бәрін көргенде адамдар мотивация алады да. Оның бірақ мен всегда айтамын, ол мотивация внешне, да, бұл керек емес. Керек, но ол уақытша нәрсе. Адамда ішкі мотивациясы өлмеу керек қой, самое главное ішкі мотивациясы. Ішкі мотивация деген мына сіздің арманыңыз, мына сіздің мақсатыңыз. Мен балаларыма жақсы білім берсем, жақсы жерде оқытсам, жақсы киіндірсем, жақсы тамағын алып берсем. Мен осы бизнесті бастаған кезде тоже директор статусында жүріп, сол кезде қазіргі таңда Алматыдағы Абикенова Гүлмира деген бриллиантовый директор бар, үлкен кісі. Сол осы Жаңаөзенде командасы бар, соған келеді да. Сосын Абикенова Гүлмира сабақ жүргізеді. Мен баламды бөлеймін да, тастаймын да, кетіп қаламын. Мен Абикенова Гүлмираны сабақ алып келейінші, келіп жатыр, біреу әйтеуір келіп жатыр, бір жоға Алматы жақтан десе, жүгіріп барамын соң. Сосын барып тыңдаймыз, сол кезде маған айтатын еді, Іңкәр, мен вообще оның структурасы емеспін ғой, вообще танымайды ол мені, бірақ мен барамын да тыңдаймын, отырамын офисте. Сонда айтады, у тебя должна быть внутренняя мотивация, внутренний, и сон, внутренняя мотивация деп. Сонда айтады да, ол уже менің көзімнен түсінді ма, бұл зат екен деп біліп отқан жоқ, осы қыз деп отқан шығар. Сонда айтады, сен деді, үйіңе кіріп барасың да, деді, қарайсың деді, ремонтың деді, сенің үйіңдегі ремонтың, сол сенің мотивацияң деді. Холодильникті ашасың деді, сол холодильниктің ішінде барлық тамақ тұр ма, сен жегің келетін, балдарыңа жегізгің келетін, бүкіл фрукты бәрі толып тұр ма, жоқ па, сол сенің мотивацияң деді. Жаңағыдай, сенің жыл площадь, сен қандай үйде тұрып жатсың, соның барлығы саған мотивация. Дети – это наша мотивация. Сол кезде түсіндім. Мотивация, значит, адам ішіне от болып жанып тұру керек қой. Соны ойлау керек па? Ойлау керек. Мен осындай дәрежеге жетсем, мен осыны істесем, мен балдарыма жақсы білім берсем, жақсы жерде оқытсам деген сияқты. Қазір дети тоже дорогие. Мысалы, біздер екі баланы не істеп отыр ғой, енді кішісі сірә үйде кішкентай, бір жас жетеді. Ана екі баланың таэквондосының өзі ақша, ағылшынға бару ақша, достығының өзі 34 000 теңге айына. Мысалы, былай қарағанда біреулердің зарплатасы. Бірақ бермесең болмайды. Бала кәдімгі жаңағы неге конкурентоспособный болу керек, білім керек. Қазір тек просто мектептің білімімен ешкім шектеліп қалмайды. Қосымшасы бар оның. Былай жүріс-тұрыс тамағын ештеңесін айтпағанда. Қазір дети сами дорогие, уже соларға да бұрынғы біздер сияқты емес, апаңның школьный формасы қалды ғой, былтырда соны киді бара ғой, ана апаңның сен портфелі қалды ғой, соны ұстап кете ғой деген қазір жоқ. Ана Айжандай сияқты, давай мен саған сондай көйлек алып берейін, ана классыңда бар ғой, бантигін сөйтейін десе айтады, жоқ, қойшы мен басқа көйлек алғым келеді деген сияқты, да? Қазір ешкімді бірдей қыла алмайсыз, қазір уже талап сондай да, енді біздің қоғам сондай уже болды, өмір өзгерді, бұрынғыдай емес қазір. Средний класс емес, бәрін бірдей қылып киіндіріп, бірдей қылып жүргізеді. Қазір уже талап басқаша. Сондықтан қыздар, соның барлығы мотивация. Мысалы, недвижимость. Мысалы, қазір мына жер новостройка, да, мынандай жерден үй алсам, мен қазір неше 80 квадрат метр тұрып жатыр ма, мен бір 150 квадрат метр үйде тұрсам,
үйім кең болса, шетелге жылына шығып демалып келіп тұрсам деген сияқты да. Соның барлығы мотивация. Мысалға біздер деген әке-шешелеріміз өмір бойы жұмыс жасады. Бірақ мен бірде естіген жоқпын папамнан да, ойбай, Рая, давай жиналып жүр кеттік, жаңағы Сарыағашқа бесплатно демалып келейін деп жатыр деген өмір естіген жоқпын мен. Осы бизнесті бастаған кезде мамам сондай уайымдады да, сен қызыл дипломың бар, дипломың күйіп кететін болды, бір жыл айтты, 2 жыл айтты, сосын айтты, мама енді бұл айтпашы, мен жасамаймын ол дипломмен деді да. Уже болды, содан кейін айтуды қойды. Қазір сен көріп тұр ғой. Есімде мен Шри-Ланкаға кететін, мен енді жыл сайын шетелге шығамын ғой, үйтіп уайымдамайтын. Именно Шри-Ланкаға кететін кезде мамам жаман уайымдаған ғой. Бармай-ақ қой, шеш деді да. Қызға неге бармайын деймін ғой. Құрсын Шри-Ланка деген анау Индия жақ апасына ғой, бармай-ақ қой, шеш. Құрсын түрлі ауруларды сояқтап, түрлі бәлелер болғанда бармай-ақ қой, шеш. Мен бұл мама қойшы бізді бір андай районына салып жүрмейді, бізді кәдімгі курортный жеріне апарады ғой деп та. Солда сөйтіп уайымдап сөйтеді. Сонда мен айтамын да, жастарға да сөйтіп айтамын да, қазір сендер просто мама-папаларыңа қараңдар, не бар? Үй бар, машина бар болса бар, жоқ болса жоқ, бір пенсия ғой. Неужели өздеріне сондай бір, сендер сондай жасқа жеткенде неужели сөйтіп отырғыларың келеді? Жоқ да? Мысалы жоқ, менде кішкене шетелге шыққымыз келеді. Біздер шетелге шыққанда көреміз. Кейбір шалдар бар ғой, кәдімгі қол ұстасып жүреді. Мысалы жүре алмайтындары да, жүре алмайтындардың өзі андай немен жүреді, бүйтіп көмек темір болады ғой, бүйтіп сонымен жүреді, болмаса коляскамен жүреді. Бірақ сол бірге демалып жүреді, потому что оларды құрттайынан жұмыс жасағаннан бастап үйретеді да, мысалы ақша жинау керек, ақшаны былай жасау керек, былай жұмсау керек деп та. Соның барлығын үйренеді. Мысалы осы бизнеске келгеннің өзінде көп нәрсені үйрендік қой. Ақша табуды да үйрендік, оны жинауды да үйрендік, оны жұмсауды да үйрендік, активтің не екенін, пассивтің не екенін бәрін үйрендік қой, осы бизнестің арқасында үйрендік. Ал оған дейін, мысалға мен ең алғаш Жетібайға баратым. Өмірімде Жетібайға барып көрмеген, бірақ Жетібайда командам өзі бар, Жетібайға баратым. Өзім бүйтіп қоямын. Жетібайда енді естимін ғой, мұнайшы деп та. Мен айтамын, Жетібайда средний зарплата қанша алады екен, қазір мен қалай мотивировать етсем, неше теңге деп айтуым керек, қалай болады десем, иә, оларды бәрі мұнайшы деп сөйледі да. Примерно сол 500-600 мыңдай алады деп. Дедім. Осы жолда блокнотымда есептеп барадым. Так, олар жаңағы 2 айда олар мысалға 500 мыңнан алса, бір 30 күн, тағы 30 күнді қосқанда 500 мыңнан олар 1 миллион алады екен деп есептедім да. А мен 60 күнде 3 каталог жабамыз ғой біз. 21 күн, 21 күн, 21 күн. Сонда мен 1 миллион, 3 миллион алады екенмін ғой деп. Сөйтіп өзім есептеп, ашып жасап баратырмын да, потому что айтады, бизнес это деньги, любят счетты, бәрін есептеп сөйтіп баратырмын. Бардым, я действительно әйелдер жиналып отыр, күшті, розыгрыш жасайын деп жатыр, офисте сабақ жүріп жатыр. Сосын мен айтамын, енді сіздер қанша ақша аласыңдар, анау деп, кәдімгідей айтады да. Мен деген жаңағы күйеуіміз деген сол 700 мың алады, 600 мың алады деп та, біреу тақылап күледі. Білмеймін, 3 күнде табамыз, жоқ болып кетеді, ха-ха-ха деп күледі да. Даже ақша жұмсауды да білмейді. Мысалға айтады да, мысалы сотовыйдың өзі қолдарында айтады, 500 мың ақша алады, бірақ сотовый кредитте, анау кредитте, мынау кредитте. Енді қазір рассрочка деген нәрсе бар ғой, кредит емес. Сол кезде сондай айтып жатыр, ең алғаш Жетібайға барған соң мен ойлаймын, бұлар сөйтіп күйеулері кәдімгі өлікті ақша табады ғой, ол месторождение жүру деген оңай нәрсе емес қой. Қандай денсаулығың кетеді, оларға тек ағарған зат беріп жатқан жоқ қой, денсаулық кетіп жатыр, сондықтан беріп жатыр кефир мен сүтті деген сияқты да. Ал олар тек келген 500-600 мың ақшаны қандай маңдай термен тұрып, соны 3 күнде жойып тастадым деп тырқылдап отыр деп та. Даже элементарный ақша жұмсауды да үйретпейді екен ғой біздерге. Қалай келді, все бітті. Бәрін тек жұмсап жүруге дайын тұрамыз. Керек па ол бізге, керек емес па бәрібір да. Оның бір 10%-ын алып жинап қойып тұрмыз, осы Айтмұрат Давлаттың тренингтеріне қатысып білдік. Әр табысымыздың 10%-ын жинап қоймыз, оны вообще жоқ деп санайсыңдар деп та. Сондай, сондықтан да қыздар бұл жерге келген кезде көп нәрсе үйренесіңдер. Адаммен қарым-қатынасты да үйренесіңдер, бизнес жасайсыздар, табысты боласыздар, дендеріңіз сау, көтеріңкі көңіл күй, всегда позитивте жүресіздер. Енді өмірде түрлі жағдай болады, арасында негативтер болады, бірақ сонда да бұл жерге келгенде әйтеуір мен өзім Аллаға мыңда бір шүкір деймін. Осы каждый сабақ жүргізетін алдында жаңағы телеграмды жүргіземіз, сосын онлайн жүргіземіз WhatsApp-пен. Соны ойлаймын да, действительно осы бизнес қылмағанда мамочки мен қайда болады дедім, қазір жағдайым қандай болады. Кәдімгі денемде мурашки дейді ғой, сондай болады ғой. Қазір айтып тұрмын, қазірдің өзінде мурашки да менде. Ойлаймын да қорқып кетемін. На самом деле бұл бизнес менде болмағанда мен қазір не істейтін едім, мен вообще қандай болатын еді менің жағдайым деп мен өзім қорқып кетемін ғой. Баламен үйде отырып,
жаңағы жолдасының айлығына қарап отырып деген сияқты сондай не болар еді деп соны ойлаймын да өзім шошимын содан. Аллаға мың да бір шүкір деймін осылай компанияның келгеніне, осы компания мүмкіншілігін алып білгеніміз үшін Аллаға шүкір. 98 население жаңа айттым ғой, негативно ойлайды, 2% позитивді. Олар сияқты құрсыншы қайдан, ұлмағын, бұйрағын нәрсе емес деген сияқты. Сонда ойласаң мысалға қалай болар еді деп та. Сондықтан бір кішкене айтады ол адамдармен жұмыс жасағанда кішкене ойы ашық, көкірегі ояу сондай адамдармен жұмыс жасағанда қыздар жеңіл болды дейді. Қазір ана Алеппоның командасына қыздар келіп жатыр ғой, бірінен кейін бірін коллажын жібереді. А не красавица ғой. Мен мынандай қыздар қаяқтан шығып жатыр әйгерім сенде деймін да. Кәдімгі дисциплина жассыздар, бәрі де кәдімгі самодостаточный сондай адамдар. Маған мынандай ақша бар ма? Біз білмейміз вообще фабриктерінде ақша бар екен деп сөйтіп жасап жатыр. Өздері неше адам тіркеп жатқандарын да білмейді. Кеше ана қыз шығып айтты ғой, 8 күнде 600 балл 9% ешкімде 8 күнде. Соңғы аптасында тіркелген болып тұр ғой. Келді де 8 күнде мен 600 баллға 9% шықтым дейді. А біздер не істеп жүрміз бұл сарай?